Этот Коран и Марама, что остались Райме Алиевой от матери, стали не только семейным наследием, но и духовной опорой в тяжелые времена. В самый трудный период ее матери удалось сохранить эти бесценные вещи, ставшие символом их веры и неразрывной связи с Родиной. Битайым өлгенде анайыма қызына беріп кеткен. Анайым да рахметлі 94 жасаған болса, оқыды. Табиатлы, жақсы қызым деп, мына бұны маған анайым беріп кетті. Райме Алиева родилась в 1935 году в ныне несуществующем селе Алач Сакского района. В их семье было 5 детей. Райме ханым с теплом вспоминает детство в родном селе, где местные жители, включая ее родителей, занимались земледелием и скотоводством. Айванларға, сығырыларға айланып мынаудай су шығайды. Ат айлана, бочка кете, су шыға. Айванларға мынаудай не латок. Бочкаларын бочкаталар мынаудай. Айванлар латоктан су içer. Селоны бір шетінде. С началом войны жизнь в селе изменилась. Всех мужчин забрали на фронт. В армию ушел и отец Райме Алиевой. Бабам армияда, анам 5 баланен, үйімізде 2 тәне солдат бар. Анама айтқандар. Мужа нет, дети маленькие, готовься. Ярын саба сізні шығарacaklar Крымдан. Так мать Райме Алиевой узнала о предстоящей беде и разлуке с родиной. Утро 18 мая 1944 года стало большим испытанием для их семьи, как и для всего крымско-татарского народа. Мені анайым бірінші үйінден шыққанда Құранын алды. Швейный машинаны алды. Анаммен тәтем ағлай, не алacağım білмей, күймеге ұрба, ашамаға аш, ана алалар. Жесіналар. Саба ерте қапыны пенжерені қақып, төсектен разбудили. Анам біздерін киіндіріп, машинаны алып шықты. Машинаға біздің қойдылар, алып кеттілер. Бабасы көрді, поезда. Қарбабам айтты, вай қызым, дейді. Ауысып бір-бірімізге омайжақмыз. Yollar polis solu дейді. Сон қарбабам айтты, айды қызым кете бері дейді. Сен де кет, мен де кет. Анда басақ тапшарық. Қарбабай Оралға түсе. Анам Беговатқа, Тәжікстанға түсе. Ол өлгеншік біреу-біреуін көрмеді. Так семья попала в Узбекистан, в город Бекабад, где, прожив лишь год, вновь подверглась выселению. Беговатқа біздің кетіріп төккен, сон біз земнанкеде жасадық. Бір уақытта бізге талонман өтмек береді. Красный армия семьясы деп 2 қадама паёк береді. Акам плотник оламан деп бір жерге оқуға барайды. Ана бір күн олар Ден Победа oldu. Кімге татар мешайт етті білмеймін. Беговаттан біздің жүкледі кене, алды кетті тап Тәжікстанға. Райме Алиева помнит, какой невыносимо тяжелой была жизнь на чужбине, где ее матери пришлось бороться за жизнь каждого ребенка. Тәжікстанға келген соң, бабам жоқ, аш жоқ. Анайым швейный машинаны арқасына ұрып, колхоз тәжіклерге, өзбектерге ұрба тікіп, балаларын бақты. Боғдай жиылған соң, біздер барып мынадай боғдай жегейдік, кеш оғанда жерден. Оны анайым нетіп, дегірменге алып барайды, оны япып келеді, аны пішіреді, баққан шайтып. Мен қыз бала әбетке чық, 33 сәне бұзау бақайдым. Сон қадам бақайды. Мұның колхоздың балалары. Анам қаш күнде бір таңсықман сағайды сондай. Біздер бұзау бақайдық. Сон ақшам анайым айтеді, да келіп өлчемеділер балам бар, сүт ішімізде,
кетіңіз дегені. Ана барып сүтке тояды, қайтеді. В те голодные дни Райме Алиевой не раз приходилось видеть смерть. Қырымда бухгалтер қоңышымыз еді, еркек адам. Тәжікстанда сол көйде өлді. Кепін де жоқ, бір şey de жоқ. Түгеге байлап, через колхоз алып кетіп, өлісін жейділер. Соны білемен, аңладың? Біз үш қыз балашық, ағлай отырдық. Ана досымның бабасы өлді. Лишь через несколько лет отцу Райме Алиевой удалось воссоединиться с семьей. Бабайым Тәжікстанға келді, біздің кеш тапты. Кеш тапса да тапты. Комендантский час бар еді. Енді Сапай Хлопов, Сабирай Хлопов комендант бір жаққа шығармай. Молодежь жырлай, молодежь жырлай. Қачарда едік те Тәжікстандан, қарада деңіздер олмаса, атар едім өзімне, анамда бабам олмаса. Бабам істеді, семьясын алып, Өзбек колхозындан, городқа кетмеге. Бабама айтты ки, тебе воля, иди, куда хочешь. Семьяны бермейміз деді. Бабам бір жаққа бара алмады. Ана қолымда сенек, пақтаны құрт, пақта жейді, председатель. Бізге ат алып келе, шошқаны еті, қамыр, шошқаны түклері бар үстінде. Ақшамаймыз қарып кет. Өтмегіміздің арықын суына батырып, ашып үсті едік. Да, евленмеген едім. Замуж Райме Алиева вышла в 1955 году за Османа Абдурахманова. Однако и в новой семье Райме Бита в первые годы пришлось нелегко. Мені ифақлықтан қайнанам білеген. Анамнан общались, и она мені келін етіп алды. Мені келін етіп алдылар Өзбек колхозына. Енді Решат оғлым доғылды, балабан оғлым. Решат, 56 жыл. Ана evde отыраман, председатель қапыға келе, келін пақтаға шығын. Ана шығаман қарып, шығаман. Ал кетіп бейбітшігіме Решатны жасырге бердім. Абетте емізмеге келсем, мен не ашадым абетке. Ана шайтып бір 6 ай чекістім мен. Районда қайнанамын көйдесі футсалалы бір адам емін сата. Ана борышқа олардың емін алып, Өзбек колхозындан көшсік, Октябрь районға. Экскаваторге кірді қарып, сон айлықны жақсы алды. Сон жақсы болып кеттік. Аллаға шүкір, мына 5 тане оғлым бар. Шу Октябрь районына олар да көшіп келді. За плечами Райме Бита более 30 лет трудовой деятельности. На чужбине она работала помощницей воспитателя в детском саду, а затем санитаркой в больнице. Вместе с мужем они прошли через все трудности, смогли вырастить и женить сыновей. А в 1991 году им посчастливилось осуществить еще одну мечту – вернуться на родину. Они обосновались в Джанкое. В Крым вернулись и родители Райме Бита. Сегодня Райме Бита наслаждается жизнью в Крыму, окруженная любовью и заботой своей большой семьи, и радуется, что здесь, на родине, родились и живут ее внуки.